Сәлем достар, менің есімім Үмітжан Кенжетайқызы. Біз жаңа проект басталғалы отырмыз. Адамзат баласы үшін тілдің маңызы ерекше. Бұл тек қана қарым-қатынас құралы ғана емес, әр адамның өмір сүру үшін ауадай қажет байлығы. Қазақ тілін жетік білетін әр азаматтың қоғамдық өмірге оңай араласатындығын өмірлік тәжірибе дәлелдеп отыр. Қазақ тілін меңгерген адамның артықшылығы қоғамдық өмірдегі өзгерістерді екі тілде түсініп талдай алатындығы. Сондықтан бүгінгі таңда мемлекеттік тілді білу бұл уақыт талабы. Біздің проектіміздің басты мақсаты еліміздегі әрбір азамат мемлекеттік тілді сөйлеу деңгейінде білетіндігін дәлелдеу. Не болмаса, қазақ тілінде сөйлегісі келетін адамдарға қандай көмек керек екенін анықтау. Олай болса, «Спорим, ты знаешь казахский язык» атты проектімізді бастаймыз. Сәлеметсіз, добрый день. Меня зовут Үмітжан. Как вас зовут? Инна. Можно задать несколько вопросов? Мы снимаем социальный проект. Проект называется «Спорим, ты знаешь казахский язык». Вы знаете казахский? Очень на низком уровне. Давайте попробуем. Как вас зовут? Можете сказать на казахском? Мені Инна. Я люблю свой город. Как будет на казахском? Я люблю свой город. Мен Город. Как будет на казахском? кала Люблю. суемнің. Свой – это өзім. Теперь предложение. Мен өз қаламда суемін. Спасибо. Можете сказать, какая сегодня хорошая погода? Давайте попробуем. Погода – это... Как будет на казахском? Ауа райы. Сегодня бүгін. Бүгін Хорошая. жақсы. Приложение теперь. Бүгін жақсы ауа райы. Можете сказать 5 слов на казахском? Нан. Дүкен. Кала. Какие животные вы знаете на казахском? Каскар. Каян. Как считаете, что нужно сделать, чтобы улучшить казахский? Вообще. Ну, мне кажется, нужно преподавать так, чтобы детям нравилось, людям нравилось. Как-то, может быть, в игровой форме, чтобы это все было, происходило. Спасибо за участие. Вот вам шоколад. Спасибо. Спасибо. Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Добрый день. Меня зовут Үмітжан. Как вас зовут? Танзиля, Фаида. Можно задать несколько вопросов? Попробуйте. Ага. Мы снимаем социальный проект. Проект называется «Спорим, ты знаешь казахский язык». Насколько чаще вы пользуетесь казахским языком? В основном только в тех местах, если я зашла в магазин или пришла в гости, скажу «саламат сізбе» и «сау болыңыз», и «сям болыңыз», и все, расстаемся. Встречаемся, друзей очень много, казахов. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы улучшить казахский язык? Я хочу сказать, конечно, здесь никак нельзя заставить человека говорить этим языком. Должны люди сами сознавать, допустим, если есть желание узнать этот язык, то, может быть, нужно побольше этих кружков каких-то организовывать, чтобы по возрасту и познакомиться с этим языком и со всеми нашими казахскими правилами. Это вам наш приз. Спасибо за участие. Қазақ тілін меңгеріп жүріңіз. Рахмет. Рахмет. Всего доброго. Рахмет вам, сізға. Сәлеметсіз бе? Добрый день. Меня зовут Үмітжан. Как вас зовут? Чахра. Барно. Ага. Мы снимаем проект. Проект называется «Спорим, ты знаешь казахский язык». Вы знаете казахский? Әрине білеміз қазақша. Иә, білеміз. Қазақ тілін қай жақта меңгердіңіздер? Біз негізінен өзбек мектепте оқыдық. Ол кезде бізге 5-ші класстан бастап қазақ тілі пәні кіре бастады. Содан кейін біз Қазақстанда тұрғандықтан әрбір өзбек болсын, басқа ұлт болсын, қазақ тілін жақсы білу керек деп ойлаймыз. Сол себепте мектеп кезден жақсы меңгеріп шықтық. Рахмет. Сіз қазақ тілінде тілек айтсаңыз, Қазақстанға не тілейсіз? Қазақ елім әрдайым аман болсын, жұртымыз тыныш, еліміз аман болсын деп тілеймін.
қазақ тілін осындай қоғамда жақсарту үшін не істеу қажет деп ойлайсыздар? Қазақ тілін жақсарту үшін қазіргі таңда жастарымыз орыс тілінде көп сөйлеседі. Олай емес, қазақтардың өздері де басқа ұлт болсын, барлығы қазақ тілінде сөйлеуі керек. Қазақша бір-біріне сөз айтып, бір-бірімен общаться ету керек. Ең бастысы, ең кішкентайынан бастап адам баласы сол мектеп кезінен қызығушылығы кітапқа деген оянса, балалар барлығы кітаптарға, оқулықтарға қызығып, сол кітаптарды оқып, меңгерсе, қазақ тіліміз және де кеңейіп, барлығымыз қазақша сөйлеп, жақсы меңгеретін болатын едік. Тағы да айтатын болсақ, сол курстар қазір барлық жерде курстар дамып жатыр. Басқа елде болсын, басқа қалада болсын, қазір онлайн курстар да ашылып жатыр. Оларға жазылып, балалардың қызығушылығын арттырып, солай оқса, адам жақсы меңгеріп кетеді деп ойлаймын. Өзбекстаннан келген қыздарға бұл қазақстандық шоколад. Рахмет қатысқандарыңызға. Қазақ тілінің дәрежесін өстіп көрсетіп, көтеріп жүре беріңіздер.